Ассаламу алейкум, қайырлы күн достар, қалдеріңіз қалай? Сіздермен бірге бала Ямми бүгін осындай дәмі өте керемет, бір жегеннен ғашық болатын, отбасыңыз қайта-қайта сұрап жейтін салаттың рецептін ұсынамын. Бұл салатты жасауға қажетті көкөністердің барлығын описаниеге жазып өтетін боламын. Осы секілді денсаулығымызға өте пайдалы басқа да салаттардың немесе түскі ас, кешкі ас секілді сонымен қатар әртүрлі дәмді, тәтті выпечкалардың рецептерін көргіңіз келсе, каналыма тіркеле кетіңіз. Бізге қажетті көкөністерді тазалап, жуып алып, видеодағыдай етіп, 4 бұрышты пішінде көлемін сәл үлкендеу қылып турап аламыз. Көлемін сәл үлкендеу қылғандарыңыз дұрыс, себебі біз қазір бұл көкөністерді пешке салып пісіретін боламыз. Егерде сіздер көлемін кішкене қылып жіберген болсаңыздар, ол пеште піскендіктен одан сайын көлемі кішірейіп кетуі мүмкін. Көкөністердің барлығын турап болған соң, протеинге пергамент қағазын жайып, оның үстіне туралған көкөністерімізді біртіндеп орналастырамыз. Пиязды ұсақтап турасаңыздар болады, себебі пиязды фольганың ішіне салып, аузын мұқият жабамыз. Бұл жерде мен суға піскен ноқатты пайдаландым. Сіздерде егер консервідегі ноқат болатын болса, оны да пайдалансаңыз болады. Сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Ноқатты пайдаланбас бұрын максимум 12 сағатқа, минимум 4-5 сағатқа суға салып қойған дұрыс. Барлығын протеинге орналастырып болғаннан кейін үстінен зәйтүн маймен осылай молынан майлап шықтым. Және де пиязды да майлауға ұмытпаңыз, фольганың ішін ашып, оны да молынан майлап алыңыз. Барлығы майлап болған соң пешке жібереміз. Көкөністеріміз пеште пісіп жатқан кезде салатымыздың үстінен қосатын соусымызды дайындаймыз. Ол үшін жарты лимонның согын сығамыз. 2 ас қасық мөлшерде зәйтүн майын құйып, оның үстінен көз мөлшерімен тұзды салып, және де егер қаласаңыз қара бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Пісіп болған салатымызды ыдысымызға салып, оның үстінен фольганың ішіндегі пиязды салып, кейіннен дайындаған соусымызды құямыз. Соусымыз дұрыстап сіңу үшін барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, егер сізге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарияда өз пікіріңізбен бөлісіп кетсеңіз болады.